Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі құрылыс ісінің негіздері пәніміз бойынша екінші дәрісіміздің тақырыбы дайындау жұмыстары. Құрылыс алаңына дайындау жұмыстары дегеніміз, яғни құрылысқа дайындық жұмыстары. Бұл кез келген жаңағы құрылыс алқабының дейді, құрылыс орны алаңының жаңағы жобасының іргетасы болып табылады. Яғни оның орындау сапасы мен қауіпсіздіктерін айқындайтын жаңағы маңызды кезеңдердің бірі, яғни осы атап өткендей құрылысқа дайындау жұмыстары болып келеді. Ол құрылыс алаңын, яғни біз қалай дайындаймыз құрылыс алаңын? Құрылыс алаңын дайындау кезінде инженерлік желілерді тарату, жерді тегістеу және қоршау жұмыстарын қамтамасыз ету. Бұл кезеңнің жаңағы әрбір элементтерінің құрылыс процесінің біртіндеп және жаңағы олардың қажетті шарттарын барлығын орындай отыра жасалады. Дұрыс жүргізілу үшін жаңағы құрылыс алаңына дайындық жұмыстары өте жіті қадағалауда болу керек. Яғни ол құрылыс жаңағы іргетастарын тұрғызудан бастап, сол іргетас тұрғызғанға дейінгі біздің жеріміз дайын ба деген сұрақ қоямын бұл жерде. Бұл кезеңге жаңағы немқұрайлы қарауға болмайды. Жобаның кешігуіне, мысалға шығындардың және тіпті қауіпсіздік мәселелерінің әкеліп соқтыруы мүмкін немқұрайлы қараған жағдайда. Құрылыс алаңын дайындаудың негізгі кезеңдерін айтатын болсақ, басты негізгі кезеңдері: жерді тазалау және қоқыстардан арылту, топырақты тегістеу және нығайту, құрылыс алаңын қоршау және қауіпсіздік шараларын қадағалау. Яғни жерді тазалау және қоқыстарды тазарту бұл енді бірінші қадам жаңа құрылыс бастар алдындағы алаңды тазалауды қамтиды. Оған жаңағы ағаштарды кесу, жаңағы бұталарды тазалау, жаңағы артық бұтақтарынан тазарту, яғни электрлік желілер жүргізген жағдайда оларды кедергі жасауы әбден мүмкін. Сонымен қатар оның ішіндегі өнеркәсіптік немесе тұрмыстық қалдықтардан тазалау жұмыстары кезіндегі экологиялық жаңағы нормалар мен қауіпсіздік ережелерін сақтай отыра құрылыс алаңын тазалаймыз. Сонымен қатар топырақты тегістеу және нығайту кезінде алаң жаңағы тазаланған соң келесі кезең ол топырақты тегістеу және қажетті болған жағдайда оны жаңағы нығайту. Бұл жұмыстар арнайы техникалық, яғни бульдозерлер, грейдерлер, жаңа каток деп айтамыз, ол катоктармен қосымша осылардың жұмыстарымен жүргізіледі. Топырақтың нығайту жаңағы біздің сол жерге салынайын деп жатқан болашақ ғимаратымыздың жаңа басында айтып кеткендей іргетастары үшін жаңағы берік негізін жасауға жаңағы бірден бір көмегін тигізеді. Топырақтың қасиеттеріне байланысты қосымша жер жұмыстары қажет болуы мүмкін. Қажет болған кезде ол жұмыстар жасалады. Құрылыс алаңын қоршау және қауіпсіздік шаралары. Енді құрылыс алаңын қоршау бұл енді бөгде адамдардың жаңа кіріп кетпеуі, айналасындағы тұрғын үйлердегі жаңа балалардың сол алаңға кіріп кетпеуі, сонымен қатар құрылыс материалдарының қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін маңызды шаралар деп айтамыз. Сондай-ақ жұмысшылардың жаңағы қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қажетті ескертулер мен белгілер қойып қоямыз. Жарықтандыру және басқа да қауіпсіздік құралдарын орнатылады. Бұл кезең барлық еңбек қауіпсіздігінің ережелерін сақтай отыра жасалады. Инженерлік коммуникацияларды дайындау жұмыстары жүргізіледі. Жобалау және орнату, уақытша коммуникациялар, қауіпсіздік талаптары, осылардың барлығы жүргізілу керек. Жаңа біз басында айтып өттік қой, қоршау жұмыстары, яғни сол қоршау жаңағы біздің болашақ ғимаратымыздың салынатын
белгіленген жеріміздің қоршау жұмыстары жүргізіліп болғаннан кейін, яғни бізде уақытша контейнерлар орналастырылады, бізде жаңағы жұмысшылардың демалыс орындары уақытша жаңағы орналастырылады. Сонымен қатар уақытша складтар деп айтамыз, құрылыс материалдарына жабық складтар деген болады, ашық складтар деген болады. Яғни жабық складтар деген бізде ағаш материал, көбінесе ағаш материалдары бізде жабық складтарда сақталады. Ал ашық складтарда мысалға аралық жабындар, төбе жабындары, мысалы профлист, қысқаша айтқанда осылар ашық жаңағы складтарда да сақтай беруімізге болады. Құрылыс материалдарын қабылдау және сапасын бақылап отырамыз. Соның ішіне материалдардың стандарттарға сәйкестігін тексеру, олардың өнім паспорттары мен сертификаттарына жаңағы сертификаттарын талап етіп отыра құжаттарын тексереміз. Және сапа бақылау жүйесіндегі сапа бақылау жүйесінің 2 деңгейін қарастырамыз. Сонымен қатар құрылыс алаңы жұмыстарының нормативтік құқықтарының негіздерін қарап отырамыз. Барлығы осы жоғарыда айтылып өткен жаңағы ережелер болсын, талаптар болсын, бірінші алғашқы жасалатын жұмыстар болсын, барлығы өзінің деңгейіменен, поэтапно деп айтамыз ғой, деңгейімен жасалып отырса, біздің құрылыс болашақ ғимаратымыздың ұзақ жылдар қызмет етуі, сол барлығы деңгейлер уақытымен жасалса, қызмет ету жылдары өзінің орнымен сақталып қалады деп айтқым келеді. Яғни қауіпсіздік шаралары мен экологиялық талаптарын қарастыруымыз керек. Әрине, ол жерде қауіпсіздік ережелері, экологиялық әсердің азайтуымыз және қалдықтарды басқарып отыруымыз керек. Құрылыс жұмыстарының сапасын қамтамасыз ету әдістерін қарастырамыз міндетті түрде. Сонымен қатар маңызды құрылыс дайындау жұмыстарына дайындау жұмыстарының маңызы мен оның нәтижелерін, мысалға құрылыс процестерінің үздіксіз және қауіпсіз қамтамасыз ете отырып жұмыс жасауын қарастырамыз. Құрылыс объектісінің ұзақ мерзімділігі мен сенімділігін арттыра отырып, сонымен қатар жобаның уақытында және бюджеттен орындалуына ықпал етуін қарастырып отыруымыз қажет. Қорытынды құрылысқа дайындық, табысты құрылыс кепілі ол бізде дайындық кезеңін мұқият жоспарлау және орындау сапалы құрылыс негіздерін жүргізіледі. Екінші, құрылыс материалдарымен және технологияларды қатаң бақылау, қауіпсіздік пен сенімділігін кепілдерін жұмысын жүргізу керек. Соңғы, құрылысқа дайындық жұмыстарын болашақ табысты болуының көздеуіміз керек. Осыны айтып кетсем болады, қорытындылай отыра. Жақсы студенттер, бүгінгі тақырыбымыз осымен аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.